Құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 25-30 мамыр аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. 2020 жылдың 28 мамырында мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен президент жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Отырыста 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның іске асырылу барысы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, білім беру және тәрбиелеу мәселелері қаралды. Отырыста мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін сыртқы талдау ұсынымдарын орындау нәтижелері де қаралды. Еске сала кетсек, былтыр агенттік енгізген 2000 ұсыныс бойынша 800 ұйымдастыру шаралары қабылданып, 63 нормативті құқықтық актіге өзгерістер енгізілген болатын. Бүгін агенттік төрағасы Алик Шпекбаев Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевпен бірге Алматыдағы антикор орталығы сервистік орталығының ашылу салтанатына қатысты. Мемлекет пен қоғамның арасындағы қашықтықты азайтуға арналған Open Space форматындағы орталықта ашық әрі қолжетімді қызмет көрсетуге барлық жағдай жасалған. Сондай-ақ орталықта тегін құқықтық көмектер беріліп, азаматтардың шағымдары қабылданатын болады. Агенттіктің бастамасы бойынша президент әкімшілігі басшысының орынбасары Тимур Сүлейменовтің төрағалығымен цифрлық қызметтің, оның ішінде жер саласындағы өзекті мәселелерді талқылау бойынша кеңес өтті. Алдағы уақытта мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп жұмыс жалғасатын болады. Агенттік алаңында төраға Алик Шпекбаев Біріккен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша орталық Азия елдеріндегі кеңесшісі Александр Водяныймен кездесті. Кездесу барысында агенттік төрағасы қонақты іске асырылып жатқан реформалармен, ведомствоның жұмысымен және негізгі нәтижелерімен таныстырды. Агенттік орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаңа шараларды түсіндіру бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуде. Аталған жұмыс аясында агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов ауыл шаруашылығы министрлігінің бастамасымен министр Сапархан Омаров пен министрлік қызметкерлерінің қатысуымен онлайн кеңес өткізді. Осы аптада агенттіктің алаңында антикор ньюс жобасының аясында адалдық сағаты жалпы республикалық акциясы туралы парасаттылық департаментінің директоры Ғанижан Асанұлының, агенттіктің жедел тергеу қызметінің нәтижелері туралы агенттіктің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Бегайдаровтың қатысуымен тікелей эфир өтті. Сондай-ақ антикор лайф жобасының аясында Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Мұрат Бақтиярұлының, Нәрікбаев атындағы Казги университетінің басқарма төрағасы Талғат Нәрікбаевтың, Білім және ғылым министрлігінің департамент директоры Нұрсейіт Байжановтың, құқықтық медиа орталық қоғамдық қорының директоры Диана Акремованың, республикалық адалдық алаңы жобалық кеңсесінің жетекшісі Төлеген Байғұловтың қатысуымен Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Азаматтармен онлайн режимдегі өзара байланыс құралына айналған агенттіктің антикор лайф жобасының аясында агенттіктің барлық аумақтық департаменттерінің антикор орталық алаңында жалпы 123 сыртқы сарапшы спикердің қатысуымен 157 тікелей эфир өтіп, ол 70 мыңнан аса қаралым жинады. Осы аптада өткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 3-ші отырысында президенттің кеңесшісі Ерлан Карин, танымал адвокат, адам құқығы жөніндегі сарапшы Айман Омарованың сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бірлесіп халыққа онлайн режимде құқықтық кеңес беру бойынша адал көмек жобасын іске асырып жатқаны туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа баяндады. Апта сайын әр өңірге тегін құқықтық кеңес беретін адал көмек жобасының жетекшісі Айман Омарова Түркістан облысының тұрғындарымен тікелей эфир өткізіп, сұрақтарға жауап берді. Тікелей эфир 3 мыңға жуық қаралым жинады. Жалпы адал көмек жобасының аясында агенттіктің аумақтық антикор орталықтарында 97 тікелей эфир өткізіліп, шамамен 46 мыңға жуық адам қамтылып, 4 түсіндіру роликтері жарияланды. Осы аптада Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов пен агенттіктің аталған облыстағы департамент басшылығының қатысуымен Қарабалық және Сарыкөл аудандарында, Солтүстік Қазақстан облысының Ақжар ауданының Талшық ауылында, сондай-ақ Павлодар облысының Тереңкөл және Аққулы, Успен аудандарында ашық әкімдіктер ашылды. Елде карантин режимінің сақталуына байланысты агенттіктің аумақтық департаменттері жергілікті атқарушы органдармен, қоғамдық бақылау қызметін атқаратын адалдық алаңы жобалық кеңселермен арнайы мониторинг топ мүшелерімен бірлесіп, Ақтөбе облысында көліктердің айыппұл тұрағына, Алматы және Павлодар облыстарында ірі сауда орталықтарындағы санитарлық талаптардың орындалуына, Шығыс Қазақстанда кедендік бақылау бекеттеріне, Солтүстік Қазақстанда денсаулық сақтау ұйымдарының жөндеу жұмыстарына, Алматы, Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау және Оңтүстік-Солтүстік Қазақстан облыстарында сапалы жол жобасының аясында жол сапасына мониторинг жүргізілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет осы аптада бірқатар сыбайлас жемқорлық қылмыс фактілерін тіркеді. Атап айтқанда Шығыс Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі сотқа дейінгі тергеу барысында аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру фактілері бойынша Мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру комитеті төрағасының бұрынғы және қазіргі орынбасарын ұстап, Өскемен қаласындағы уақытша ұстау изоляторына қамады. Олар Риддер қаласындағы республикалық мамандандырылған олимпиадалық резервтік мектеп-интернатының 300 орынға арналған оқу корпусы құрылыс нысанын салу кезінде іс жүзінде орындалмаған жұмыс үшін мердігердің сотына 400 миллионға жуық бюджет қаражатын аудару арқылы жымқыру күдігіне ілінді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мемлекеттік бюджеттің қаржы бөлуге, орындалған жұмыстардың актілеріне қол қоюға көмектескені үшін аса ірі мөлшерде пара алу фактісі бойынша, сондай-ақ жалпы қамқорлығы мен салғырттығы үшін ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының басқарма төрағасына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Шымкент қаласы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет сыбайлас жемқорлық қылмысын жасау күдігі бойынша Шымкент қаласындағы бәсекелестікті қорғау және дамыту департаментінің талдау бөлімінің басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Осы аумақтық департамент пен Шымкент қаласының мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Ол 2019 жылдың маусым айында департамент ғимаратын ағымдық жөндеуге бөлінген 7 миллион теңге мөлшеріндегі бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Ақтөбе облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет Ақтөбе әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің бір басшысына қатысты қылмыстық істі тіркеуде. Ол мекеменің басқа қызметкермен және жеке кәсіпкерлермен алдын ала келісім жасай отырып, жалға мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарттар жасасу арқылы 9 миллион 900 мың теңге сомасындағы бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктелуде. 2020 жылдың 6 наурызында ол мердігерден алынған 1 миллион 900 мың теңге мөлшерде қолма-қол ақшаны алу үстінде ұсталып, 2 ай мерзімге қамалды. Сондай-ақ осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен аяқталған істер бойынша 15 айыптау үкімі шықты. Атап айтқанда мемлекеттік мекемелер мен жеке компаниялардың 5 басшысы, ішкі істер органдарының 2 қызметкері және 3 пара беруші сотталды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 25-30 мамыр аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен жүздесейік.